Сәлем шаян тектірмас һәм һәр вақыт қызықсынышан достарым. Қолларығыз ішке тұтынырға әзірмейінді. Олайса тезірек қошылығыз, біргелешіп башлап жібәрейік. Біз сіздің білән сонларны көңілі етіп үйрәнуні дәвам етеміз. 1, 2, 3 сонларын инде ятладық. Демәк, 4-ке дә шырат жетті. Улдан индейдір хайванға ышаған. Ышанмайсызмы? Барысында өз көзләрігіз білән көрерсіз. Баштан 4-ліні кесіп алабыз. Кесіп алдық. Достар, сіз 4-ліні нендей хайванға ұқшатыр едіңіз? Менімше, ол тышқанға ұқшаған. Әзір біз сіздің білән аңардан тышқанны ясайшағыз. Мұның үшін бізге түслі қағаз кесегі, көзлер, бұрын, миықлар, құлақлар, 2 яқлы скотч яйса жилім, түслі фломастерлар һәм көше керек болашақ. Ішні башлап жіберейік. Баштан біздің тышқанымызға мотор таш кесіп алабыз. Әзір тышқаныбызны ясый башлайбыз. Баштан 2 яққа аның зур құлақларын ябыштырып қоябыз. Ташын ябыштырабыз. Көзләрін ясыйбыз. Аларны мен алдан үк төсле қағаздан кесіп алдым. Бұрынын ябыштырабыз, ләкин бұрыны астына баштан мыйықларны орнаштырырға керек. Һәм төсле фломастерлар ярдәмендә безәп бетерәбез. Мотор тышқаныбыз 4-лібіз әзір. Достар, сіз дә һичшиксез мындай сонларны ясап қарағыз, һәм достарығызны да ясарға өйрәтергә онытмагыз. Бүгінге сашлар иде. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.